Міне біз ермектердің үйіне келіп отырмыз, жібектің киімін көруге. Жанар әпке, Сабир әпке, Гүлнар әпке, Аманкүл әпке, Жібек, Кәрім жігіт, Сабир әпкенің баласы міне. Майлик жігіт, Әбдімәлік, Ильяс жігіт, Шынар келін. Мен. Мені сөйтіп айтып тастай бер болды. Осенний, зимний, зимний, қыстық пальтосы. Қыстық пальтосы деді. Сақ тастай бер. Норка жағала қысқа несі, қыстық күт. Стеганка. Кожанкасы, күздік. Почему-то сит кетті. Арпа кәдема. Өздері киеді. Пәддима, пока. Мал жемпіра. Кардиган. Плащы. Вот плащ. Замуж выходить это выгодно? Гардеробты бір оқты отырып аласың. Атасы Қазақ Телекомның директоры болған ғой, не деген мен байдың қызында, байдың немересі болып тұр ғой. Кеше Құран оқытқаннан әкелгенмін. Сол дастарханды. Мына біреуін ең біріншісін өзің ал, қалғандарын елге бер, мына жаңа пакет өзіңді. Айында жарайды. Мерапке. Көріп, қақ көріп жеңді. Бәріне біреу-біреуден жеңді. Қандай Құран дедіңіз? Қандай Құран дедіңіз? Құран оқытқан. Сабир әпке. Айгүл, Құран оқыған. Алихан. Жоқ. Алихан 20 апрель күні қайтыс болған. Ана 21 апрель күні қайтыс болған. Соған арнап Құран оқытқан. Ильяс, пышақ берші. Я вот помню, до сих пор помню, у нас один раз платье такое шили из купонного материала. Вы не помните, наверное, вот такое прямое. Здесь вот Кеше Құран. пола, воротник пола.
Платье один раз мы сшили, үйге барғанбыз ғой, сіздің үйге платье такое. Соны беріңізші десем бермей қалыпсыз. Енді біраздан бері естіп жатырмын осы жібектің туысқаны көтеріліп кішкене сонда жақсы хабар болып жатыр дегенді. Содан кейін енді артынша мына Батай алдынан жағыпасын иманды болсын әйтеуір. Табан астынан сондай әңгіме болды да тыныш болып қалып. Гүлнара хабарласайын деп отыр едім, не болды жібек деп енді қанша дегенмен қыз бала әйтеуір абыроймен орнына қонғанда дұрыс қой деп. Сөйтіп едім, бүгін осында барамыз деген соң қой енді деп қуаныштарым жөнінде болар енді. Жақсылықтың дастарханы жайылсын әрдайым. Басымыз жақсылыққа қосылсын деп бүгін енді келіп отыр. Міне бүгін 26 сәуір 2025 жыл. Міне біз қызымызды алып қашып кетті. Міне енді кешірімге келіп отыр мына кісілер, құдалар. Мынау Қыдырбек атасы жібектің, мынау Ғалымжан ағасы жібектің, мынау мамасы, мынау Жанар әпкеміз жібектің түп нағашысы, біздің нағашымыз болып. Енді ана төрде отырған үш кісі құдалар. Біз анау Мұхит деген екінші Ырысбек ағамыз бар ғой, соның баласының үйіндегі Дамира деген. Дамира. Соның папасы. Дамираның аты. Анау біздің қызымыз барды ғой. Олардың әкесі мен бұлар әкесі немере. Жақын. Жақсы болды ғой. Сіз двойной құда болып тұрсыздар ғой сонда, Қыздарын алып алып, сразу қыздарыңызды беріңіздер. Есімім Әлнұр. Әлнұр. Есімі Оңғар болады мен. Бұл қаямыз жақын. Ағамыздың баласы. Ағамыздың. Сенің ағаның баласы ма? Ерлан болады. Ерлан. Ерланды Мен жаңа күйеу балаларымыздың атасы мен менің арғы атам бір ғой. Бұл жерде шын бөтен емес. Иә. Әркіміз луговойдың өзінен бәрі. Жақсы су, жақсы. Мына әпкеміз де Луговойдан, Жанар әпкеміз. Жаныс руы. Жақсы адамды алысқа жібермеу керек, жібекті алысқа жібермеу өзіміздің луговойға жібермеу. Тура көршіп тұрады екен, бұлардың папаларын бәрін біледі екен. Анау қазақтан мақал бар ғой. Қыз өріс деген осы болады. Қыз бен малдың жүрмейтін дер. Иә, дұрыс қой. Қашатын болады. Барады ғой. Амуда қарда мал бар ғой. Менің есімім Елмира. Мен осы сіздердің құдағиларыңыздың сіңілісі болам. Жаңа айттым ғой, әкемізден 5 бала, 2 қыз. Соның үлкен Жақсыбек. Жақсыбектен жаңағы 3 бала, 3 қыз. Қызды айтқан жоқ, олар бәрі аман есен. Тек қана жаңағы біздің баладан ініміз Мерхан ертең етіп қалды. Денсаулық алып қалды. Келдіңіз ғой, сейітші келді. Білесің ғой, сейітші. Соның үйіндегі келін. Гүлнар ата. Осы біздің мен келдім да, енді осы мен осының алдында сызылып отырмын деп. Ол Мейірхан жездеміздің досы болған менің күйеуім. Бірге жұмыс істеген Қазақтелекомда. Қазақтелекомда бізден сияқтаған болған. Марқабай деген Марқаш, моторист болған. Танима? Қазақтелекомда істеген. Марқаш моторист болды. Кім Мейірхан бензовоз айтады ғой. Иә, екеуі бірге. Анау көпірдің ар жағында. Мейірхан екеуі бірге жүретін. Иә. Анау қасық жаққа су жаққа баратын екеуі бірге кететін. Иә. Міне біреу өзің жалғыз. Сіздер нешесіздер айтыңыздар? Салтанат жеңгесі, Дамира жеңгесі ма? Сіздерді барып қойдым ба деп Бұл кісілер сіздер келгеннен кейін шығады ғой. Мына құдалар далада таза ауа жұтып тұр. Мына киім-кешекті апаратын қыздар келе жатыр. Мына 3 қызымыз, жібектің 2 жеңгесі, жібектің нағашы келіні. Міне киім-кешекті шығарып сабатырмыз. Құтты болсын енді аман есен барып қайтыңыздар. Жібектің ағасы ана Мұхит деген.
рульде. Күшті. Осындай той болып жатыр біздің үйде. Жібектің атасы, бер жақтағы ағасы, қалған үшеуі құда. Жібектің атасы Қыдырбектің қасында тұрған. Біздің нағашымыз Нұрғиса ағамыз. Қабыл болсын тілектеріңіз. Біздің жаңағы атамыздың інісінің қызының келіні ғой. Өткендегі Аманкүл әпке. Құдалықтарыңыз құтты болсын. Шымкенттік. Айша құдағы Темірлан Ордабасы. Ордабастан ба? Жақсы. Бәріміз қуанамыз. Көрісіміз керек, танысымыз керек, араласымыз керек, бәрі бақытты. Енді барған жерде бақытты болсын. Осы жасқа дейін жеңісіріп, мәпелеп өсірген анасы бақытты болып, қуаныштан қуанышқа жете берсін, емелесін көрсін. Ал сіздерге өте сүйсін. Көріс болмасын, әр уақытта жақсылық қуаныш болсын. Өзіміз жоғалмасын, көріскенде Құдағыз деп жақтасып қарсы айтып Жастарғанымыз осылай жайып тұрсын. Әректі жақсылық тілеймін. Болсын. Бақыт береке әкелсін, бақыт әкелсін, басымызға бақыт болсын, қуаныш болсын, келтірейді деген. Осы аяқтан біздің де қызымыз сіздерге барып отыр. Бұл аяқтан аттағанша да енді Құда қаласа сіздерге сол әулеттеріңізге, отбасыларына, бастарына жалпы жақсылық сол әйтеуір ырыс бар, береке әкеле берсін. Бастарына бас қосылып, Құда қаласа тарих қой енді, білгендеріміз. Біз сол облыстан Шапыраш пен Ошақты жақын бір ақ келсеңден туғанбыз ғой енді. Қарым бөліп. Екінші сұрай береді. Бақыт жолымыз аман есен жүріп жүрсе соның қаласа бақыт жоқ. Аумин айтқаныңыз. Үйде дешенімді бақытты қылса бар жақсылық тілеймін екеуіне. Сіздерге мейрамдар құтты болсын. Жеңіс мейрамы бар. 1 май ынтымақ күні ма 1 май? 7 май бана Қазақстанның әскерлері күні. Сондай толы жалғасты olur. Жүре берсін. Аумин айтқаныңыз. Дастарханыңыз жақсылыққа қуанышқа жайылсын. Бұлай көріскенде сәлеміз зор. Мына жай еттен ғой. Құдалар кетті. Жібектің атасы мен ағасы да кетті. Міне құдалар кетті. Сау болыңыздар. Міне Жібектің атасы кетіп баратыр. Ағасы мынау Ғалымжан. Бүгін 27 сәуір 2025 жыл. Бүгін Жібектің өлтірісін таратайын деп жатырмыз. Ермек інімнің қара шаңырағында. Осындай дастархан, бұлар келін бала шағасымен дайындап жатыр. Әдемі дастархан жасаған. Күштілеп дастарханда бәрі бар. Енді қазір туысқандарды, бауырларды күтіп отырмыз. Светтің бәрін жаға салсын ба? Елдегі ысып кете ма? Жаға салшы, жаға. Амансыздар. Міне қонақтар келіп жатыр, қонақтардың алды. Амансыздар, қалайсыздар? Қонақтардың алды келді. Аман есенсіздер ма? Аман есенсіздер. Қыздар, келіндер, бәлігі. Күштеп жатыр. Жол жоқ мен өзім ғана ақелерге бір келдім. Мына жақта қазан ошақта ет пісіп жатыр.
Mına jerde et pişip atır. O mına. Jaymen qaynap atır eкен әдемі. Баппен qaynap atır eкен. Амансыздар келіңіздер. Міне жиен ағамыз келді, Ильяс аға. Сұлтан, жиен шарымыз келді Нұрсұлтан. Мына Аманкүл әпке келді. Міне Аманкүл әпке келді. Құтты болсын, қыздарыңыз күйеуге кетті. Құтты болсын әпке. Iya. Hayır. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Жаратқан жаппар ием Аллах, өзінің разылығын қылып отқан Құран, аяттардан хасыл болып отқан сауаптарды, жайылған дастархандағы дайындалған тағамдардан, ниет тілектен болып отқан сауаптарды, Я Рабби, пайғамбарымыз адамзаттың асыл тәжі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам рухы үй іші жолдастарына, Я Рабби, жантаятарымызды, жантайдың Рабби Аллах тағала Терсебай Қонтайдың ұрық шәрифтеріне бағыштадық. Жантай баласы, Маян баласы Жақсыбек көкемізге, Жақсыбектің балалары Ермекке, Батайға бағыштадық. Гүлсімге, Жамалға бағыштадық. Я Рабби, сол кісілердің себебінен алыс жағынан келіп қол жайып отырған өздеріңіздің әулет шаңырақтарыңыздан Құран демедіп жатқан барша әруақ рухларына бағыштадық. Марқұмдардың жатқан жері жайлы, топырағы жұмсақ, марқұмдардың қателік гүнахлары болса, ғафу сипат рахымыңмен кешір, Алла рахымың алғайсың. Артында лахан жайып отырған, дастархан жайып отырғандарға алалдан дәулет бер, бақпай сәулет дұғамызға қабылдық бер. Қандай ниетпен дастархан жайса, Алла ниет тілегін қабыл айлап, осы мынау тұрмыс құрып атқан қызымыз барған жерге тастай батып, судай сіңіп, бақытты болып кетуін Алла нәсіп ет. لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك أرحم الراحمين الله أكبر. Үйде су болып келген кішкентай қыз Нұрила әкесі айтқан екенде қожа ғой әкесі. Ай балам не болды? Суға құлап кеттім. Қалай шықтың дегенде бір кісі білегімнен тартып шығарды деген екен. Ойбай ол кісіні шақырыңдар деп ат шаптырады. Содан Бәйдібек атамыз ертіп келеді ғой. Сонда жаңа Бәйдібек атамыз болып шыққан екен. Бәйдібектің ол кезде екі әйелі бар, азғылда әйелдері бар. Сонда қожекең айтқан екен. Мен Аллаға серт беріп едім. Мына қызымның білегіне кім ұстаса, соған берем деп едім, саған нәсіп болған екен. Мына қызды алып кет деп, Нұриланы кішкентай қыз күнінде Бәйдібекті қосып жібереді ғой иншалла. Көрдіңіз бе? Міне сол Нұриладан иншалла ұлат тарайды, ұлаттан түкөр ұл тарайды, иншалла білесіздер ғой. Ботпай жаны шығыр. Құттықтап жатыр, бәрі жақсы тілектер айтып жатыр. Сол Алланың шалынып, жақсы отбасы болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Тек қана жақын тілейміз, бақыт тілейміз. Сол үшін қойдық. Кейбір жерлерде бар жаңа. Аяқта ұялғанда бір жерде ар жерден кейін сол етті жақсы біледі ма, қуырдақ деген жоқ. Бірақ енді біраудан кейін бастан келді, бастасын айттым. Жатталағаным бар ғой. Келгенде айта бермейінші деп жаңа көріп болған ғой. Көріп сол ұмып кеткенде отыр, мен бүйтіп қоямын, ол не қылмайды, мен уже неше ол ашқандай жоқ, енді естен ана жақсылап айтты енді. Бірақ ауысып кетті да.
Niyetlerin kabul olsun, muratların asıl olsun. Kızımız taslayıp atıp suğulaysın, bakıtlı semih olsun. Allah'a emanet. Şuralı olsun. Alın. Güleşler olsun. Siz bırak kalmasın. Kural görmüşsün, değil mi ne? Kolun bozulmaymadı mı? Keşke karaya odada kurar. Bu bir hiç yok. Баламнан турайсың ба? Сосын сен тиіп отырып мен ватсапқа кіргіздің де осы жаққа тоқтай Ертеңіз осының бәрі кино болып шығады. Иә. Эльмира, Ау. әкеңді жібересің. Гүлнар әпкенің сәлемдемесі екен. Альпака пальто. Құтты болсын, құтты болсын. Құтты болсын, құтты болсын. Бір соғымызды алдық, қымызымыз неде тұр, холодильникке сап қойдық. Ой, Жанар әпке келіп қазір басатын болды ғой. Үйге барғаннан кейін тойлы. Сәбиданы шақырып аламыз. Иә. Айша жешеге Корзинаны ашайық. Ал, кім? Корзинаны ашайық да, таратайық. Үйге барып шай ішеміз. Баянсұлу бейін. Өздерің асырдыршы. Иә. Бәрі тәуір десейші. Өзіңе де қалдыр ана. Обиннан өзім қызыма берейін. Иә, қызыңа бер. Кеше киім-кешекке барғандар бір-бір алтын тағып кепті. Қазір алтын көрсек көремізге ортақ болып жатыр. Қуанышымыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Барлық нәрсені сіздер айтып жатсыздар ғой, қиыншылық көрді. Әйтеуір түбінде қан, жаңағы жібектің несі ғой, жаңағы өзінің төркінін тауып, біз енді жаңағы ары қарай кері теппейміз, өзіміздің қызымыз. Bir, iki. Қандай? Сондай. Тура сондай. Зеленыйдағы сенсің, ар жағы, огородың ар жағы. Мен қайда ол жерде алмағыздар еді ғой деймін. Келін алғаннан кейін қойып тұрғанбыз, қазір айтып едім келін. Келін көрсе көзіміз, қыз көрсе көзіміз жайнап. Gittik, bir, iki. Ботақаны барған жерім бақытты болды. Өттің еттің көсіп. Ай бәрекелді. Менің қолым емес қалған анамның қолы деп, ha? Шекесінен шөптеп күн қалған балаңыздың қасына, ha? Ай бәрекелді. Қалдырмадыңыз ғой тек. Көрдік келіңізді. Ол сіздің көрдіңіз. Берекелі, ha? Ана орамал сенікі. Саған да жүкісі болсын су. Әрекетіңді жолы берсін. Оқтайды келінге бір апат беріп атыр бірге, береді. Кімге беретінін біледі. Құтты болсын бірге. Ал мына әулеттің үлкен ақсақалымыз бар мына, бата беретін 2 жасқа. Әулеттің үлкен ақсақалы. Қалсам өзіңде, сәйік сезіммен, арнаймын сөзімде, көрген жанымды, аңсаймын толғана, қабыл балаңа, сәлемін жолдан, бөбегің оянса, ұйқымның мұң тұрдан, көктемдей балаусы, күнімдей қалбырды, көрген жанымды, аңсаймын балаңа, қалбалайна, сәлемін жолдан.
Жарым бол шөлені қалқам, софи ауылым, естіледі шат дауысың әне саған. Сенсін маған бала кезден әне саған. Ағаманым баққанларыма бермедім, таңмағандай жайнар өскен көрмедім. Келесі сәулем әнім болшы жаны қалқам, сол бір Gözlerin oyansa, yüzümden kırılır. Атаң болған қандай жақсы, желкеніндей кеменің. Әжең болған қандай жақсы, құртпенен май жегенің. Әкең болған қандай жақсы, орындалар дегенің. Анаң болған қандай жақсы, сүйенішің сенерің. Ағаң болған қандай жақсы, өр мінезі табанды. Әпкең болған қандай жақсы, асқақтатар бағаңды. Әнің болған қандай жақсы, бірге басар қадамды. Қарындасың болған жақсы, түзеп берер жағаңды. Жарың болған қандай жақсы, мінезіңе төзімді. Балаң болған қандай жақсы, сыйлар ғажап сезімді. Досың болған қандай жақсы, екетпейтін сөзіңді. Туыстарың болған жақсы, құрметтейтін өзіңді. Адам болған қандай жақсы, сан сынақты жеңетін. Адал болған қандай жақсы, жан шуағын төгетін. Бақыт болған қандай жақсы, көп күтіріп келетін. Уақыт болған қандай жақсы, бұның бәрін көретін.
келешек жас бақытты болсын. Шаңырақтарыңызда қуаныш көп болсын. Ұлғабайға келсе, мен күйеу боламын. Ұлғабай келсе, күйеу боламын. Сенің алдындағы бақшалардың ешқайсысы әлі жамбас жеген жоқ. Жесе де еліміз дайынмен сен енді бүгін 20 жылдың ішінде жамбас жейін деп жатырсың деп күліп жатырмыз ғой. Мұхит Жібектің ағасы болады, мен жолдасым. Аға, негізі Батырбайлардың күйеу баласы бүгіннен бастап құда болды ғой. Мен білетін ғой енді, көпшілік білетін шығар, Айнұрдың қызымын, үлкен қызымын. Иә, Айнұрдың үлкен қызымын. Ал қасындағы бұл кісі Жібектің жеңгесі, біз Жібектің атасының бауырының келіндеріміз. Жібектің атасы, үлкен атасы Жақсыбек деген кісі, одан кейінгі атасы Асқар деген кісі болған, сосын мен атам Ырысбек деген кісі, сосын Салтанат әпкеміздің абысымыз, бірақ бұл кісі де Сейхунның қызы, Бурмейдің Сейхуны. Төркіндерге барып келіңдер деп жіберді бізді. Салтанат есімі атасының үшінші інісінің келіні ғой. Сосын қасымызда Жадыра деген нағашы жағынан Жібектің нағашы ағасының келіні. Осындай келіп отырған ошақты қоңырлар. Тілегіңе рахмет. Қыздың тілегі қыдырдың тілегі дейді. Сен бүгін құдағи болып келсең де, сенің тілегіңді қыздың тілегі деп қабылдаймыз. Алла аумин десін. Рахмет жаным. Алладан қайтсын жақсылықтарың. Міне біз енді қайттық. Сейдолла мені алып кетуге енді келді. Сонымен Гүлнар әпкемен Жанар әпкені алып келдік. Міне 12 этажын алдына келіп, қазір кіргізді. Сейдолла сумкаларын көтеріп кіріп кетті. Сонымен енді бәрін бітіріп, сөйтіп қайтты. Қызымызды құтты орнына қондырдық. Осылай.